Қазақстан Республикасының бас қаласы, елордасы Астана және елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күн мерекесімен құттықтаймыз. Астана Евразияның нағыз географиялық кіндігінде орналасқан. Қаланың Астана ретінде тұсауы кесілген 98 жыл 10 маусым. Қаланың негізі 1932 жылы қаланған. Астана Қазақстанның жаңа қаласы. Оның шекарасы 710 шақырым. 9 жолдың торабында республика территориясының төрінен орын тепкен. Астана күн сайын сағат сайын өркендеп өсіп келеді. Шетелдік қонақтар оны дүниенің 8-ші кереметі теңеп інжу маржан деп бағалауда. Есіл өзенінің сол жағында Қазақстанның жаңа астанасына жарқырай енген жаңа Астана символы алып бәйтерек монументі биіктігі 97 метр, рухы жағынан да, мағынасы жағынан да бізге, яғни қазақ халқына барынша жақын. Бәйтерек Астананы құшатын биіктіктен көрсетеді. Шардың ішінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың оң қолының таңбасы бар 3 бұрышты күміс бойтұмар орналасқан. Әл-Фараби кітапханасында біздің тұңғыш елбасынан алған оқу залы ашылған. Сәулеңді шаш еліңе, нұрыңды төг жеріңе, жайнай бер жаңа жас қала, бақ қонсын қазақ еліме. Еліміздің мақтаны, еңбек сүйгіш халықпыз. О Астанам, Астанам, жарқыра күндей бас қалам, ғарыштай бер қанатқа, ғасырларға бас қадам. Елі менің елордам, арудай сұлу таранған, береке бірлік достықтың тұнығынан нәр алған. Келесі челленджді қорды жинақтау және сервистік қолдау бөліміне жолдаймыз.